Сәлеметсіздер ме? Мен Исмагулова Жансая, номер 105 жалпы білім беретін орта мектебінің 11 сынып оқушысы боламын. Менің бағытым «Мен Қазақстан азаматын» атты тақырыптағы шығармашылық жоба болып табылады. Жалпы бұл жобаның өзектілігі бүгінгі таңдағы жас өспірімдердің бойына отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру маңызды міндеттердің бірі. Бұл жобаны жасаудағы мақсатым туған елге деген сүйіспеншілікті арттырып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу болып табылады. Келесі бетте кіріспеміз, яғни Қазақстан менің туған отаным, ол тәуелсіз және бейбіт мемлекет екенін барлығымыз білеміз. Мен Қазақстанның азаматы болғанымда мақтан тұтамын. Жалпы біз Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы 16 желтоқсанда алған болатын. Ол тәуелсіздік бізге оңай жолмен келген жоқ. Қаншама ата-бабаларымыз, аналарымыз және көптеген балалар жетім қалып қиыншылықтарды бастарынан кешірген болатын. Келесі бізде ол Қазақстан туралы. Яғни суретке назар аударатын болсаңыздар, бұл суретті мен арнайы жасанды интеллект бағдарламасы арқылы жасаған болатынмын. Және Қазақстан туралы айтсақ, жалпы Қазақстан жер көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен мемлекеттердің бірі болып табылады. Және елімізде көптеген ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүреді. Яғни біз көп ұлтты мемлекетке жатамыз. Және бас қаласы Астана қаласы болып табылады. Келесі кезекте бізде Қазақстанның туы, яғни Қазақстанның ең басты символы ол біздің туымыз болып табылады. Жалпы туға назар аударсаңыздар, күн және бүркіт және біздің туымыздың түсі көкті бейнелейді. Яғни көк түс ол бейбітшілік пен ашық аспанды білдіреді. Ал күн өмір мен энергияның белгісі болып табылады. Ал бүркітке келер болсақ, ол еркіндік пен күштің символы. Жалпы қазақ деген сөз еркін, ерікті деген мағынаны білдіреді. Келесі, ол бізде елтаңбамыз. Жалпы біз ұлттық рәміздеріміз 1992 жылы 4 маусымда қабылданған болатын. Елтаңбаға назар аударсаңыздар, шаңырақ бейнеленген. Елтаңбада шаңырақ ол бірлік пен ортақ үйдің белгісі болып табылады. Ал қанатты тұлпарлар батырлық пен еріктіліктің символы. Келесі кезекте ол біздің Қазақстанның әнұраны. Жалпы әнұран жайлы кішкене ақпараттар беріп кететін болсақ, әнұранның сөздерін жазған Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев, ал әнін жазған Шәмші Қалдаяқов атамыз болатын. Ол әнұран елдің басты музыкалық рәмізі, ол халықтың рухын көтереді. Біздің ең басты рухымызды көтеретін ол біздің әнұранымыз. Әнұран айтылғанда әр азамат құрметпен тұратыны айдан анық белгілі. Мына жерде мен әнұранның сөзін толықтай көрсетіп кеткен болатынмын. Келесі кезекте ол бізде Қазақстанымыздың табиғаты. Осы тұста айтатын болсақ, жалпы Қазақстанға басқа шетелдерден келетін туристердің көбісі Қазақстанның табиғаты мен қазақ халқының мәдениетіне өте қатты баға берген болатын. Ол айдан анық белгілі деп ойлаймын. Себебі Қазақстан табиғаты ол біздің елімізде әдемі таулар, өзендер және көлдер бар. Мысал айтар болсақ, ол Бурабай ең көрікті табиғат орындарының бірі болып табылады. Және Алтай мен Тянь-Шань таулары ерекше әдемі көрініс береді Қазақстанға. Туған жердің топырағы да алтын деген сөзбен айтып өтсек болады. Келесі кезекте жаңа айтып өткендей біздің қазақ халқының мәдениеті. Біз қазақ халқының мәдениетіне туристер өте жоғары баға берген себебі, жалпы қазақ халқы байырғы заманнан бері қонақжай болып келген. Біздің ең мықты қазақ халқының мәдениеттерінің бірі ол біздің қонақжайлылығымыз болып табылады. Біз басқа мемлекеттерге қонақжайлылығымыз арқылы танымал десек те болады. Қазақ мәдениетінің негізі ол көшпелі өмір салты. Ежелден қазақтар мал шаруашылығымен айналысып, кең далада еркін өмір сүріп білген. Сондықтан олардың мәдениетінде табиғатпен үйлесімділік, еркіндік пен қонақжайлылық ерекше орын алады. Қазақ халқы әрқашан қонақты құрметтеп, қонақ келсе құт деп ерекше сыйлай білген екен. Келесі ол бізде тақырыпқа сай, мен Қазақстанның азаматымын деген тақырыпқа байланысты Қазақстан азамат міндеттерін көрсетіп кетпек болдым. Жалпы қазақ халқының азаматтарының ең басты міндеті ол өзінің тілін құрметтеу болып табылады. Бізде бірінші ол Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтау, екінші отанды қорғау, елдің тәуелсіздігін құрметтеу, үшінші мемлекеттік рәміздерді құрметтеу болып табылады, ал төртінші елдің дамуына үлес қосу, адал еңбек ету және білім алу. Осы жерде Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін деген сөзі секілді, менің ойымша біздің болашақ Қазақстан біздің жасөспірімдеріміздің қолымызда деп ойлаймын. Енді өз сөзімді түйіндейтін болсам, Мұқағали Мақатаев атамыздың туған жерім тұғырым, сенде ғана тұрамын деген сөзімен Қазақстанның азаматы ретінде өз сөзімді аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.